Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Мейірбек Бро каналы. Осы бүгінгі видеода біз нуптың өмірін түсіреміз, яғни бай нуптың өмірі. Мұнда заты көп нәрсе сыймай қалды, менде енді басқа үйге көшу керек. Кейін осыларды алып кететін болам. Осы ауылда тұрам, мен ауылда тұратын едім. Осы ауылдың шетінде бір 2 шақырым жерде үй бар деп еді, керемет үй, соны сатып алатын болам бүгін. Мұндағы заттарды алып кетелім келіп кейін. Бүгін сол үйге барамыз енді. Бой достар, міне қараңдар, осы ауылдың тұрғындарына сұрадым, шетелдерден, яғни осы көшен бойымен кете берсең, тіп-тіке бір алдыңнан үй қарсы алып алады. Сол үйден сен не қыла аласың деді ғой, яғни сол үй деді, мен сатып алатын үйді айтты, сол үй деп. Қарным ашып кетті ғой, осыдан жеп ала салайын. Еще достар, бұл ең соңғы версия, ең соңғы қолындағы қалқанды көріп тұрған шығарсыздар, міне. Мынау тотықұсты үйретіп алған, міне қараңыздар, иығымда отыр, көрдіңіздер ма? Мынау бұрышқа қарасаңдаршы, міне позиция тұр ғой, соның төбесіне қараңдар, міне билеп тұр ғой тотықұсын. Көрдіңдер ма? Енді бізге қарын тезірек тоятын нәрсе керек. Бәлә. Кім? Тоқташы. Конкретно осы осы ауылдың несі бар ма? Бір әкімі болмаса қорғаушысы бар ма? Ана голем дейді ғой, сендерде голем бар ма? Големіміз өліп қалды, өкінішке орай. Білмеймін, жүргенде шығар. Онда жарайды, маған егіндеріңнен біреу бере тұрыңдар. Сәбіз жеп алайын. Тағы ұрып кетпей ма деп атқаным ғой. Ала бір, смело ала бір. Бұдан да жеп алайық. Қарным тойып қалды. Жарайды, мен басқа үйге көшін деп атым, ауылға келіп тұрам ғой, сағынатын болам осы ауылды. Жарайды, қош бол. Сен біздің ең мықты қорғаушымыз едің, големнен өткен едің. Жарайды, енді сау бол. Енді ладно, келіп тұратын болам осы ауылға. Ал мен кетейін, жарайды. Осы жақта дедіңдер ғой, сендер осы көшеде ма? Мен мамамнан сұрағам, сол көшеде деген. Жарайды, онда кеттім мен. Мына жаққа барамыз да, өзімізбен бірге бір-екі тамақтар ала кетейік. Ата қарнымыз ашып кетуі мүмкін. Осылардан, мыналарды дегендей. Картошка пісіп қапты, осыны талып кетейін. Бұл ауылға өзім екінші болғам, сондықтан ғой мыналарды алып кетіп жатқан. Ауқатым аз менде. Сондықтан алып кеттік біз достар. Әлі жүріп келе жатырмын. Үйдің көрінетін түрі жоқ қой, алыстадым сәл. Ауылдан алыстадым сәл. Әне үйіміз көрінді ғой, әйтеуір шаршап кеткенім ай, осынша жол жүріп, ұзақтау жерде екен. Міне достар, біз осы керемет үйді сатып алатын боламыз. Ішін көруге асығып тұрғандай. Көрейік барып. Шаршап кеттім ғой. Егінді, зомби апокалипсис. Мен қылышты ұстап тұрмын, қалай болды бағанағы? Жарайды. Бір түрлі болды ғой. Үйде бір құбыжық-сұбыжық жоқ екен. Мына жерге бағанағы тотықсын қамап қойсам болар екен де. Енді мына жерде өзім бір бөлмесін істеп алам. Шошта берді оны, тотықс телепорт жасай беріп қайта-қайта. Мына жер кухоннейім күшті екен, достар, қараңдаршы. Бой, күшті ғына. Қарсыңдаршы, еще 4 аяқты стол. Мына жерге мен нені қойып қоям? Қылышты қойып қояйын, күнделікті пайдаланатын ретінде. Ал мына жерге мен осыны киімдерім сап қояйын жанына. Бой, қолыма сыймайшы. Байлықтарым бәрін, осынға деуір еңбектерім жинағам ғой, бәрінше. Осылардың бәрін сап алайық енді. Осыяқа, мына жаққа киімдер тұрады дегендей, мына жаққа осындай құралдар тұрады дегендей. Ал мына жерге жоқ, мен холодильникке салып қояйын бұны.
Мына жерге салып қояйын тамақтарды. Иә, осылай. Енді мынау егін ғой, бұны кейін егетін боламыз. Ал бұны есе шкафына салып қояйын. Ой, керемет үй, ішін толтырылған жиһаз бәрі бар екен, достар. Еще бұл бірінші этаж. Әлі екінші этажында не бар екен, әлі көрмедім. Ал так көрейік. Бісміллә деп оң аяқпен көтеріліп, ой, қараңдар, достар. Түнде автоматически жанатын свет қой. Ал мына жерде зачарование книга. Ой, достар, қараңдар, шкаф бар еще. Мына жерге қараңдар, бүйтіп отырып алып, әп-әп-әп-әп отыратын жер ғой. Ой, достар, қараңдар. Так, енді мына жаққа кіреміз. Мына есігі зор жасалынған екен, қараңдар, достар. Бой. Так, бұл жаққа кірген кезде достар, демек қойым. Бұл жер енді ұйықтайтын бөлме. Ал байлықтарымның бәрін осы жерге салып тастайын. Кейін бір сейф құрармын өзіме, секретный. Сол сейфке салып тастаймын, ата ұрылар түсіп ұрлап кетуі мүмкін. Так, осы жерге қоямыз бұны. Оппана деп алмаздарымыздың бәрін салып тастаймыз. Бой, осыншадан бер даже байлықтарым қолыма сыймай кетті. Анаяқта неше құрал бар әлі, достар. Соларды алып келу керек ауылдан. Жарты сундук шықты ғой. Қараңдар, достар. Жарты сундук шықты ба, қандай байлықтарын жинаған. Терлеп кеттім, жол бойы жүріп, бет қолым жуып алайын сәл. Так, бет қолым жуып алдым. Так, сүрт жіберейік қолымызды. Аха. Мына жақта туалет бар. Мына жақта несі бар? Мына жақта ванны бар. Бар екен, достар. Осы үйдің егесімен сөйлесу керек енді. Маған қатты ұнады. Мен точно сатып аламын бұл үйді. Мен так, осы екі алмазды ала кетейін. Егесімен сөйлесем. Осы үйдің егесі неде? Барып көріп қайт деп еді, ауылда осы үйдің егесі. Барып көріп қайт деді маған. Осы үйді көрдім, маған ұнады, алатын болдым. Ауылдағы егесімен сөйлесіп, осы үйді сатып алатынымды айтайын енді барып. Так, енді біз кеш батып баратыр ғой. Егесі енді бәрі ұйықтап алайын енді. Сол енді айтпесе осы үйге бір қонып алайын дегендей. Ал мен демалайын, шаршадық күнімен. Бой, сағат неш болған? 6-лар шамасы ма? Жаман ерте тұрып алатын болыппын ғой, барып бет қолын жуып қайтайын. Басым айналып тұрғаннан аяғымда ауырып тұр кішкене. Бет қолын жуып алдым. Так. Ваннаға да түсіп ала салайын. Айтпақшы, мен бұл үйді әлі сатып алмадым. Егесімен барып сөйлесу керек. Алдап тұрып атырмады. Өзі келіп жүрмесе болды. Так, мен тезірек жуынып алайын осылай. Так, осылай. Душына түсіп алдық. Менің қарным ашып тұр. Осы 2 стак алмазға барып сатып алым керек. Осы үйді сатып алатынымды айтуды ұмытып кеттім ғой, жаңағыдай. Так, мен барып тамақ жеп алайын біраз. Өзіммен бірге ала кетейін біразын. Так, осы 7 сәбіз жетеді. Так, енді мен осы жерден ақылшымды ала салайын. Енді жолда анау кездесіп жатса деп атымда. Так, бісміллә деп шығамыз көшеге. Аха, міне. Ауылдан егесімен барып сөйлесіп келейін. Так, оппа. Мінекей, достар, біз ауылға да келіп қалдық. Енді барып біз сөйлесіміз керек егесімен. Ой, қарным ашып кетті тағы да. Так, бұның егесі қай үйде тұрушы еді, ұмытып тұрғанмай. Есімнен шығып тұр, бар ғой. Ана үйдің бір керемет қасиеті бар еді.
Так. Осы жақта тұратын едім мен ауылда. Иә, осы ғой деймін, үйінде бар ма екен бұл? Бұл үйінде бар ма екен? Жоқ, үйінде жоқ. Әлде ана жағында ма екен? Бұл жақта да жоқ. Бұның егесі қайда кеткен? Түсінбедім. Оны көріп қайту керек. Может, көшеде жүрген шығар. Так, міне жүр екен ғой, бұл егесі егінші. Так, тоқташы, бауырым. Бауырым деппін ғой, аға. Ана үйді маған сататыныңызды білесіз ба? Мен сол үйді сатып алатын болдым. Мен барып қарап келдім уже. Өте керемет үй екен, сатып алатын болдым. Аға, тоқтасаңшы, сізге айтып жатырмын ғой. Сол үйді сатып алам, короче. Қанша деп аласыз енді сол үйді? 1 стак блок алмаз, және де 1 стак алмаз. Как раз алып кеттім. Міне сізге 1 стак блок алмаз және 1 стак алмаз. Осыны өзіңіз аласыз, және мен осы үйді сатып алдым, сау болыңыз. Так, міне достар, мен үйді сатып алдым. Так, мен ауылдағы үйден, мына үйімнен 1-2 заттарымды алып кетейін. Мына затымды алып кетейін. Міне көп жақта құралдарым. Кіреберіс жерге ана сандыққа сап қоямын. Ал киімімді іліп қоятын боламын. Так, ал біз ауылға қарай жол тарттық. Опа, достар, міне үйге де келіп қалдық. Ема, 2 қарным ашып кетті. 2 қарным деген қалай кетті? Жарайды, мұнда барып құрал саймандарымды салып қояйын мына жерге. Мына қылышымды, әдеттегі жерге қойып үйрену керек мына жерге. Арбалеттерім, бұларды жасау өте қиын болды дегендей. Мына жерге садағым, құрал саймандарым тұрады, общем айтқан кезде. Мынаны общем не ғой, холодильникке қоя салу керек. Мына тамағым, айтпақшы, осыны алу керек. Осыны қайда қойсам екен? Мына жерге қоямау, шығып кетіп жатқан кезде киетін, достар, міне қараңдар. Осылай тұрса. Әлде бұлай емес па? Әлде бұлай бұрышта тұрсын ба? Осылай тұрса болады, бүйтіп өзгертіп қояйық кішкене, міне. Күшті. Осы жерге киімдерімді іліп қояйын енді. Так. Осыларды іліп қояйық. Мен киіп алатым ғой бұларды. Өзіме киіп алыппын ғой. Шешу да оңайырақ болғанда жарайды. Міне, іліп қойдық. Мынаның орнына балтаны қойып қоямыз да. Мынаны бүйтіп қылышты әкел, қолына ұстатып қояйық. Күшті кетті. Шығып кетіп жатқанда кие салатын оңай жерге қойдым. Мына шипонерге қоя салу керек маған енді. Енді киім үшін. Бұл жерде де киімдерім тұрады дегендей. Өзі киім сатып алу керек еді. Тағы да мына жерге де қоя салайын. Міне, мен осыны өзгертпеппін. Бұлай, міне, осылай. Ема, үйді сатып алдық, достар. Осы үй біздікі енді. Осы керемет үй, достар, біздікі енді барып. Мынаны ас бөлмеге қойып келейін. Мынаны сап қоя салайын. Так, мына жерге қояйын бұны. Керек болып қалады бір нәрсеге тағы. Ас бөлмеге қоя салайын мыналарды. Достар, осы керемет үйді сатып алдық. Так. Мен үйім айналасын көрсетіп кетейінші. Ішін әбден таныс болған шығарсыңдар. Міне өте керемет осы. Осындай үйдің дизайндары ұнайды мағаншы. Комментарияға жазып кетіңдер. Үй ұнаса, үй ұнады деп, керемет үй болды дегенде жазып кетіңдер комментарияға. Әрине лайктарыңызды басып тастаңыздар. Смело лайктарыңызды басыңыздар. Және де подписаться деген қызыл кнопканы басып тіркелуді ұмытпаңыздар арнамызға. Достар, осы керемет үйді сатып алдық. Келесі серия бір
Енді 50 лайктан кейін шығатын болады. 50 лайк сіздерге смело жинап тастайсыздар деген ойдамын. Келесі серия шықсын десеңіздер 50 лайк жинап тастаңыздар, достар. Біз осындай керемет үйді сатып алдық. Енді барып мен демалайын. Ой, бүгін өте керемет күн болды өзі. Ауылдың егесіне осындай керемет үйді сатып алдық. Ал мен демалайын.